Адамның есте сақтау қабілетін күшейтетін 4 кеңес. Сәлем достар, сіздермен бірге тән саулық арнасы каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Қазіргі таңда көптеген зерттеулер нәтижесі дәлелдеп те үлгергендей, склероз жасы келген адамдардың ауруы ғана емес болып барады. Егер есте сақтау қабілетіңізді жақсартқыңыз келсе, дәл осы сәттен бастап қолға алыңыз. Сонда немерелеріңізге өміріңізде өткен әрі қызықты оқиғаны ұсақ түйегіне дейін қалдырмай тәптіштеп айтып бере алатын боласыз. Сонымен жадыны жақсартуды неден бастау керек? Алдымен бас қатырғыштарды көбірек шешіп дағдылану керек. Математикалық және логикалық есептерді шешіп үйренген артық емес. Кроссвордтарды толтырып, сөз жасырып ойнап, әннің сөзі мен жай өлеңдерді көбірек жаттап жүріңіз. Күні бойы миыңызды жаттықтыратын нәрселерді жасаңыз. Дұрыс тамақтану. Мидың жұмысын жақсарту үшін күніне 5 рет азғантай бөліктермен тамақтану шарт. Бұлай тамақтану кезінде глюкозаның түсіп кетуінен сақтанасыз. Глюкоза ми жұмысын күшейтетін негізгі қайнар бұлақ. Тамақтанған кезде омега-3 май қышқылдарына бай тағамдарды таңдаған абзал. Гликемиялық индексі аз көмірсулары бар тағамдарды, нан, жаңа сығылған қантсыз шырындар, сұлы ботқасы, сүт өнімдері, қара шоколад, қызанақ, лимон. Көбірек осыларды пайдалану қажет. Гликемиялық индекс дегеніміз тағамдардың қан құрамындағы қантқа әсер ету көрсеткіші. Антиоксиданттарды мүкжидек, қаражидек, қара өрік, бадана, пекан жаңғағы, грек жаңғағы, орман жаңғағы, пісте, бадам, даршын, куркума, какао, осыларды жиі қолдану қажет. Спортпен шұғылдану. Спортпен шұғылдану қажеттілігі туралы есте құлақ жауыр болғанда шығар. Дегенмен, көпшілік сол спорт жаттығуларына немқұрайлы қарайды. Күнделікті жаяу серуендеу, жаттығу жасау миға айтарлықтай септігін тигізеді. Бұл күнде ауыр жаттығу жаса деген сөз емес. Өзіңізге лайықты жаттығу түрін таңдап алыңыз. Дене ширақ қимылдайтындай, жаныңызға жағатындай болса, ағзаға пайдалырақ болады. Көңіл күйіңіз көтеріліп, әр нәрсені ұмыта беруді доғарасыз. Босаңсуды үйрену керек. Өзіңіздің ашуыңызды жүгендей біліңіз. Жүйкеге түскен салмақты босаңсытып, күйзелісті жеңе білу керек. Күйзеліс кезінде кортизол атты гормон бөлінеді. Ол ми жасушалар бір-бірімен байланысу үшін пайдаланатын химиялық заттар. Нейромедиаторлар жұмысына араласып кедергі жасайды. Үнемі қабақ түйіп жүрсеңіз, ойыңыз шашырап, есте сақтау қабілеті нашарлай береді. Американдық ғалымдардың мәлімдеуінше, жаттығу жасауды қолға алсаңыз, айналасы 14 күннің ішінде есте сақтау қабілетіңіз жақсарғанын компьютерлік томография дәлелдеп береді. Ал үзбей жасаған жаттығу нәтижесінде сәл уақыттан соң өзіңізде мидың жұмысының жақсарғанын анық байқайсыз. Достарыңыздың туған күнін ұмытпайтын боласыз. Үйден кілтсіз, ақшасыз шығуды қойып кететін боласыз. Құрметті тыңдармандарым, осы әдістерді қолдана отырып, есте сақтау қабілетіңізді күшейтетініңіз сөзсіз.